Сәлем балалар, 2 сынып математика сабағы 119 сабақ геометриялық фигураларды әріптермен белгілеу тақырыбы. Бірінші тапсырма. Дәптерге суреттегідей нүкте қойда, оны А әрпімен белгіле. Мысал үшін, нүкте және А. Оқылуы А нүктесі. Ал енді өз бетінше орындап көр. Дәптерге 6 нүкте белгіле. Оларды бір-бірінен ажырату үшін әр қайсысын әріптермен белгіле. Е, К, М, П, Т, О. Осы нүктелерді ата. Е нүктесі, К нүктесі, М нүктесі, П нүктесі, Т нүктесі және О нүктесі. Екінші тапсырманы орында. Дәптерге кесіндісіз және оның ұштарын суреттегідей А және В әріптермен белгіле. Оқылуы АВ кесіндісі немесе ВА кесіндісі. АВ түзуі немесе ВА түзуі. Ал енді екінші бағанда тұрған суреттерге қара. Кесінділер мен түзулерді белгіленуі бойынша ата және дәптеріңе сызып ал. АЕ кесіндісі немесе ЕА кесіндісі, ДО түзуі немесе ОД түзуі, ВС түзуі немесе СВ түзуі, ПС кесіндісі немесе СП кесіндісі, КМ кесіндісі немесе МК кесіндісі. Үшінші тапсырманы орында. Сүйір бұрыштың төбесі Е әрпімен, тік бұрыштың төбесін К әрпімен, доғал бұрыштың төбесін О әрпімен белгіле. Бұрыштың қабырғаларын басқа әріптермен белгіле. Осы бұрыштардың қабырғалары болып табылатын сәулелерді ата. Ең алдымен сүйір бұрыштың төбесін Е әрпімен белгілейміз және осы бұрыштың қабырғалары болып табылатын сәулелерді атайық. Сүйір бұрыштың қабырғалары болып табылатын сәулелер ЕТ және ЕС сәулелері. Келесі тік бұрыштың төбесі К әрпімен белгіленеді. Осы бұрыштың қабырғалары болып табылатын сәулелер КН және КВ сәулелері. Келесі доғал бұрыштың төбесі О әрпімен белгіленеді. Доғал бұрыштың қабырғалары болып табылатын сәулелер ОА және ОВ сәулелері. Төртінші тапсырманы орында. АВ және КМ кесінділерін өлше. КМ кесіндісі АВ кесіндісінен неше сантиметр ұзын? Ең алдымен АВ кесіндісін өлшеп алайық. АВ кесіндісі 3 сантиметрге тең, ал КМ кесіндісі 5 сантиметрге тең. КМ кесіндісі АВ кесіндісінен неше сантиметрге ұзын екенін табу үшін 5 сантиметрден 3 сантиметрді азайтамыз. Өрнектің жауабы 2 сантиметрге тең болады. Демек жауабы КМ кесіндісі АВ кесіндісінен 2 сантиметрге ұзын. Бесінші тапсырма. Түзусіз. Оның бойынан С және Д нүктелерін белгіле. Балалар, түзу сызып алайық. Және оның бойынан аралары 1 дециметрге тең болатындай етіп, С және Д нүктесін қойып аламыз. 1 дециметрді сантиметрмен өрнектесек, 10 сантиметр болады. Демек, С және Д нүктелерінің арасы 10 сантиметр болады. Осы кесіндінің бойынан Е нүктесін белгілейміз. Сонда С және Е нүктелерінің арасының ұзындығы 6 сантиметрге тең болу керек. Белгілеп алайық. С және Е нүктесінің аралығы 6 сантиметр болды. Ал енді Е және Д кесіндісінің ұзындығын өлшемей-ақ тауып ал. Бізде С және Д кесіндісінің ұзындығы 1 дециметр болса, С және Е кесіндісінің ұзындығы 6 сантиметр, ал Е және Д кесінділерінің ұзындығы сәйкесінше
4 сантиметрге тең болады. 6-шы тапсырма. Өрнектер құр және олардың мәнін тап. 6 мен 3-тің көбейтіндісі 18-ге тең болады, ал 18 бен 3-тің бөліндісі 6-ға тең болады. 47 санына 6 санын қосқанда өрнектің мәні 53-ке тең болады. Ал енді кестедегі екінші бағандардағы өрнектерді орындайық. 3 пен 3-тің көбейтіндісі 9-ға тең. 9-ды 1-ге бөлсек, өрнектің мәні 9 шығады. 9 бен 47 сандарының қосындысы 56-ға тең. Ал енді екінші кестедегі өрнектерді орындайық. 35 пен 5-тің бөліндісі 7-ге тең. 7 мен 4-тің көбейтіндісі 28-ге тең. 28 санынан 19 санын азайтқанда өрнектің мәні 9-ға тең болады. 45 пен 5-тің бөліндісі 9-ға тең. 9 бен 5-тің көбейтіндісі 45-ге тең болады. Ал 45 пен 19 санының айырмасы 26-ға тең болады. 7-ші тапсырма. Кез келген кесіндісіз. Оның ұштарын әріптермен белгіле. Сәулесіз және оның басын әріппен белгіле. Белгіленуі бойынша осы фигураларды оқы. Балалар, ең алдымен кесіндісіз балайық. Және оның екі басына нүкте қойып, оларды әріптермен белгілейік. Менде АВ кесіндісі пайда болды. Ал енді сәуле сызамыз және оның басына нүкте қойып, оны әріппен белгілейміз. Менде О сәулесі шықты. Кел ойнайық. 8-ші тапсырма. Күшікке үйшігіне жету үшін ең қысқа жолды табуға көмектес. Жоғарыдағы бірінші жолды есептеп көрейік. 12 метр мен 6 метрдің қосындысы 18 метрге тең болады. Ортадағы жол 6 метр, 5 метр, 4 метр және 2 метр. Бұл жолдың ұзындығы 17 метрге тең болады. Ал енді үшінші төмендегі жолды есептеп көрейік. 11 метр, 2 метр және 8 метр. Бұл жол 21 метрді құрайды. Демек, ең қысқа жол ол ортадағы жол екен. Яғни 6 метр, 5 метр, 4 метр және 2 метр. Бұл ұзындықтардың қосындысы 12 метрге тең болады. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар. Және де осы каналға тіркеліп алыңдар.